Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен базарда сатылатын осындай қытырлақ самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге ең алдымен 500 грамм салқын су және 14-15 грамм тұзды салып, жақсылап тұз ерігенше араластырамыз. Енді 1 килограмм ұнымызды үстіне салып, жақсылап қамыр илеп шығамыз. Ешқандай комок қалып кетпесін, жақсылап қатты қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін пищевой пленкамен жауып 15-20 минут тындырып қоямыз. Және тағы да бір қайтара илеп шығамыз. Қайтадан 15-20 минутқа бетін жауып тындырып қоямыз. Енді қамырымызды жайып шығамыз. Көлемі 30 сантиметрден аспасын. Қамырымызды 4 бұрышты етіп жайып алған соң, ортасына кез келген азық-түлік сататын базарда табылатын Марго деген слоеный тестаға арналған маргарин жағып шығамыз. 130 грамм маргарин бізге жеткілікті арасына. Маргариніміз бөлме температурасында еріп тұру керек. Қатты еріп кетпеу керек. Осылай қолға жабыспайтындай етіп, араларына біркелкі етіп жағып шығамыз қамырымызға. Кішкентай бөлігін алып қаламыз. Өйткені орау барысында келесі бетіне жағу үшін аздаған маргарин алып қаламыз. Видеоны соңына дейін жақсылап көріңіздер, бәрі түсінікті деп ойлаймын. Самсаның бір бетін осылай аударып, осы бетіне жаңағы азғантай маргаринімізді жағып, келесі бетін жабамыз. Енді осылайша 4 бұрышты етіп, видеодағыдай орап шығамыз. Салафан пакетикке салып, 1 сағат холодильникке салып қоямыз. 1 сағат холодильникте тұрған қамырымызды алып, осылай оқтаудың көмегімен дәл видеодағыдай етіп жайып шығамыз. Тағы да 30 сантиметрде етіп жайып шықсақ жеткілікті. Видеоға мұқият қараңыздар, барлығы түсінікті түсірілген. Енді қамырымызды жаңағыдай тағы да осылай екіге бүктеп, тағы да 4 бұрышты етіп, салафан пакетикке салып, тағы да 1 сағат холодильникке қоямыз. Дайын болған тестамызды осылай оқтаудың көмегімен 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Енді бұл жолы 30 сантиметрде етпей-ақ 20-20 сантиметр етіп жайып алсақ та жеткілікті. Қамырымызды осылай 5 бөлікке бөліп аламыз, ұзынша 5 бөлікке бөлесіздер. Көріп тұрғандарыңыздай самсамыз өте қатпарлы болып келеді. Видеода қалай көрсетілген дәл солай 40-42 граммнан бөліп аламыз. Және де тестамыздың жанынан осылай кішкентай ғана бөлік кесіп аламыз. Өйткені ол самсамыздың пісу барысында беті қатпарлы болып шығу үшін, әдемі болып шығу үшін. Осылайша барлық тестамызды 40-42 граммнан бөліп алып, жанынан азғантай ғана бөлік алып, үстіне қойып шығамыз. Осы бір тестамыздан 38-39 штук самсаның тестасы шығады.
Самсаның салмасын әркім өз қалауынша жасай берсе болады. Енді тестамызды жайып шығамыз. Ол үшін жаңағы бетіне қойған қамырымызды астыңғы жағына қарай жібереміз. Самсаны түйу барысында бет жағында тұру үшін. Бетіне қойған қамырымыз самсамызды өте әдемі етіп көрсетеді, қатпарлы етіп. Тестамызды жайғаннан кейін осылай біраз қасық начинкамызды салып, жан жағын осылай басу арқылы түйіп шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай самсамыз өте керемет болып түйілді. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған 220 градус печкамызда пісіріп аламыз. Қалған самсаның тестасын 3 ай бойы морозильникте сақтауға болады. Базарда сатылатын үгітілмелі қытырлақ самсамыз осымен дайын. Өте қатпарлы болып келеді. Үйде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы.